үшін бірінші ол үшін бізде Z осымен аралығы 120 болады. X осы, Y осы. Енді бізде мынау аралық 70. Линейканың сызғыштың көмегімен мына жерден 70 өлшеп аламыз. Мынау аралық бізде 40. Мына жерден 40 өлшеп аламыз. Енді осы жаңағы 40 бойынша X осіне параллель түсіріп аламыз сызық. Осының бойынан 70 өлшейміз. Сосын жаңағы 2,70-ті бір-бірімен қосамыз. Мына жақта 40 шығып тұр. Мына 40, мына жағы 40. Яғни бұл параллель деген сөз бір-бірімен. Енді жоғары қарай бізде мына жерде 5 мм. 5, мына жерде 5 деп тұр. Яғни әр қайсынан 5 мм-дан жоғары қарай сызамыз. Біреу, екеу, мына жерде бір клетка кестеге, мына жерде бір клетка белгілейміз. Осылардың арасын бір-бірімен қосамыз. Былай қосамыз. Содан кейін мына жақта былай қарай, егер мынау 70 болатын болса, мынау аралық 50 болатын болса, 70-тен 50-ді аламыз, ол 20, 20-ны 2-ге бөлеміз, сонда 10 болады. Яғни мына жақтан, жоғарғы сызықтан, ішке қарай былай 10, адан 10 аламыз. Тура солай мына жағында да 10, мына жағынан да 10 аламыз. Бірден сызып алуға да болады. Сосын осы екеуін, мынау сызық бізде қазір қосып аламыз. Екеуін қосқаннан кейін бізде енді жоғарғы жағы бар. Оны қалай саламыз? Мынау бізде 70 болса, мына жер 30. Енді мынау 70-тің тең ортасын тауып аламыз. Тең ортасы бізде 3-те 5, 35. 35-тен жоғары қарай мынаның биіктігін саламыз 30-ды. 30, мына жерге дейін болады. Мына жерге нүкте қойып аламыз. Бұл тең ортасы. Енді бізде төбесі 30 болғаннан кейін біз тең ортасын былайынан көтеріп алдық жаңа. Былай қарай 15, былай қарай 15 өлшейміз. Осы жаңағы X осіне параллель, мына бізде X осы, осыған параллель жаңағы нүктеге апарамыз. Былай қарай 15, былай қарай 15. Төбесін салып алдық міне. Енді осы 15-ті жаңағы салып алған мына жердегі сызықпен қосамыз. Мына жағын мына сызықпен қосамыз. Ішкі сызықтарын қазір өшіріп тастаймыз. Одан кейін мынау аралық бізде бәр жерде 40, мына сызық, мына сызық. Сондықтан мынаған параллель 40 сызамыз. 20, 30, 40 міне. 40 сызып алдық. Енді осы 40-ты мына жақтан қосамыз. Мына жақтан бағана 30 салдық қой. Сол 30-ды мына жақтан да саламыз. Екінші жағына толықтырамыз. 10, 20, 30. Содан кейін мына екеуінің арасын қосамыз. Сыртқы корпусы шықты. Бізде тек мына жердегі ішіндегі артық сызықтарын өшіреміз. Артық сызықтарын өшіргеннен кейін енді бізге мынау аралық тауып керек ішіндегі. Ол үшін мынау төменнен қарай 15. Мынау аралықтар мына жерде 40-тан аламыз 20-ны 20-ны 2-ге бөлеміз 10. Бер жақ шетінен 10 өлшейміз. Мына жерде мына жақ шетінен 10 өлшейміз. Содан кейін мынадан да 10 өлшейміз. Мына жақтан да 10 өлшейміз.
Енді осыларды бір-бірімен қосамыз. Мынаны қосамыз. Сөйтіп, төмен қарай тігінен өлшейміз 15-ті. Мына шетінен бастап өлшейміз. 10, міне 5, бұл бізде бұл сызық, мына төменгі сызықтың деңгейі. Осы нүктеде тура анау X-ке параллель қылдырып, тағы бір сызық жүргіземіз. Жай ғана басамыз, бұл сызықтың осы сызылған сызықты жиегіндегі мынау сыртымен параллель қылдырып, осыған дейін түзу сызық түсіреміз. Мына сызық кішкене жетпей қалды бізде, жеткіземіз. Содан кейін мынау аралық бізде 20 мм. Мынадан осы сызыққа параллель алып, 20 аламыз. Бірден бастап санағанда 20 мына жерге 30-ға барады. Сосын осыны бағанағы белгілеп алған 1 сантиметрмен қосамыз. Қостық. Енді бізде алдыңғы қатарлары шығып тұр. Енді мынау аралықты шығарамыз. Ол үшін мына жерде, қазір мына жерде өшіріп алайын. Түсінікті ол үшін. Мынаны өшірейін. Барлығы өшіреді. Бізде ортасы үлкен ашық. Енді бұл бізде мынамен параллель болады. Мына жақ шетімен. Параллель төмен қарай түсіреміз. Төмен қарай түсіргенде жаңағы мен сызығым өшіп қалды. Мына жердегі сызығым. Осыны қайтадан сызамын. Осымен бірдей болады. Енді мынау аралықты салу үшін бізде соңғы жағындағы қатарды былай қарай созамыз. Сосын мына шеті бар ғой. Осымен былай қарай сызамыз. Мына мен беттесіп кетмін, кішкентай ғана мына жерде болады. Сосын мына сызықты мынаған параллель қылдырып, мына сызықты бері қарай сызамыз. Ол бізде мынау аралық. Енді бізде бір ғана не қалды, мынау төменгі жағындағы көтеріліп тұрған кертігі қалды. Ол үшін, қазір менен бастырып жіберейін. Ол үшін тең ортасын тауып алдық қой бағана. Осыдан мына жер міне 30 екен. Тағы да 15 саламыз. Мысалы үшін былай қарай 15, былай қарай 15. 15-тен жоғары қарай көтереміз 10. Мына жерде 10 деп жазылып тұр. 10 көтереміз. Былайнан 10, мына жағынан 10. Осы екі 10-ды бір-бірімен қосамыз. Астындағы тоннельді шығарып алдық. Енді мынау сызық бізде жетіспей тұр. Оны салу үшін осы X, Y осіне параллель қылдырып, мына жерден былайнан аралыққа дейін саламыз. Болды.